Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет тойымды, яғни лаваштан салат жасайтын боламыз. Алдын ала лавашымызды осылай жайып алып, алдын ала қайнатып, қырғыштан өткізіп алған жұмыртқамызды осылай қасықтың көмегімен жайып шығатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецепттерді бөлісетін боламын. Укропты қолданамыз. Укроп, яғни өте дәмі керемет болады. Краб қолдандым. Крабымызды осылай турап аламыз, яғни барлық жеріне осылай сеуіп шығатын боламыз. Копченый тауық етін қолдандым. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өте керемет салаттармен бөлісемін. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Басқа группаларға, чаттарға жіберуіңізді сұраймын. Осылайша майонезімізді барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Өте керемет тойымды салат, отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Яғни майонезімізді барлық жеріне жағып шыққандарыңыз дұрыс. Осылайша орайтын боламыз. Достар, сразу кеспеңіздер, холодильникке пакетке салып 30-35 минутқа қойсаңыздар, пышақпен кесілуі жақсы болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Достар, егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.